Сәлеметсіздер ме, менің тыңдармандарым? Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетуіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз белсіз еркек жайлы болмақ. Өмірде болған оқиға. Барлық еркектерге сабақ болса деймін. Белсіз еркектің бірі менмін. Моншадағы бейтаныс қазақтың әңгімесі. Бақытты отбасы болу, бала сүйіп, ұрпақ жалғастыру менің де арманым еді. Амал қанша. Оған қол жеткізе алмадым. Моншаға бірге түсіп жатқан бейтаныс еркек әңгімесін осылай бастады. Міне, үйленгеніме 10 жыл болды. Бірақ бір шыр еткен сәбидің даусын көре алмадық. Кінә кімнен? Мен бе, әлде әйелім бе? Білмедім. Өзімше ойлаймын менмін деп. Өйткені төсекте өте әлсізбін. Ұлы сөздің ұяты жоқ. Мүшем жөнді істемейді. Әрине оны жеген тамақтан, я болмаса суық тигізгеннен деп айта алмаймын. Кінә басқада ма деймін. Бойдақ кезімде бизнеспен айналыстым. Жаман болған жоқпын. Ақша су болып ағып келіп жатты. Не істеймін? Жастықтың желісімен армансыз қыдырдым. Түнгі клубтардың тұрақты клиенті болдым. Аптасына бірнеше рет саунаға барып жүрдім. Әрине, жалғыз емес. Айналам толы қыз келіншек. Алматының жезекшелері өз алдына сол жезекшелермен жын ойнақ жасап жүріп, бірнеше мәрте жыныс ауруымен ауырдым. Жастықтың желісімен жүріп, дұрыс емделмеген сияқтымын. Соның кесірін енді көріп жатырмын. Бала жоқ, төсекте қабілетсіз болып қалдым. Бұл не? Түсінбедім. Талай дәрігердің алдын көрдім. Ішпеген дәрім қалмады. Тәуіптерге де бардым. Солардың кейбірі қыз-келіншектердің қарғысына, көз жасына қалғансың деді. Солардың қарғысы десе, солай да шығар. Кім білсін. Ақшаның буымен жүріп, талай қызды төсекте ырықсыз көндірдім. Енді сол жүрістің кесірін тартып отырмын деп, ол күрсініп қойды. Әйелім көңілдес тапты. Оған да көндім. Енді қайтпек керек. Бала асырап алу немесе жасанды жолмен ұрықтандыру тәсілін пайдаланып көрмедіңіз бе? Дестік. Қайдам. Қазір әйелім менен жеріп жүр. Өйткені менен еш қайыр болмайтынына көзі жеткен сияқты. Оны да түсінемін. Не бала жоқ, не төсекте қызық көрмесе, ләззат алмаса, не өмір. Онсыз да 10 жылы өтті ғой. Соңғы кездері жұмыстан жай келетінді шығарды. Төсекте де жеке жататын болдық. Ана подружкамның туған күні, мына подружкамның баласының бір нәрсесі болды деп, сылтауы көбейіп кетті. Не істеймін оған? Мейлі, жүрсін. Қыдырсын. Жүрегім сезет, бір көңілдес тапқан сияқты. Мейлі, оған да көндім ғой. Маған қарап, қашанғы жас өмірін өткізсін. Ендігі менің жалғыз жұбанышым арақ болды. Осыны ішкен кезде ғана көңілім жайланады. Өзгеше күй кешемін. Басқа жұбаныш болатын не қалды менде? Мұны сендерге не үшін айтып отырмын? Азда болса сабақ болсын деп. Қыдырмаңдар, жүрмеңдер демеймін. Жассыңдар. Жүр, ойна, күл. Бірақ әр нәрсенің шегі болсын. Белге сақ болыңдар. Қызбен жүру осы екен деп, көрінген тесікке сұққылай беруге болмайды. Айнала толы, түрлі инфекциялық ауру. Қазіргі кезде жыныстық жолмен берілетін 20-25-ке жуықтай ауру бар екен. Бір жұқтырдың,
одан құтылу қиын. Ғаламтордан оқыдым. Қазақстандағы ерлердің 30% белсіз дейді. Сол 30% белсіз еркектің бірі менмін. Не істеймін, білмеймін. Осыны айтқан бейтаныс еркек көзіне келіп қалған жасты бір сүртіп орнынан тұрып кетті.